Ауруыңа ем іздеп, айығып кеткің келсе, Нұрлар Асан сауықтыру орталығына бар. Алматы облысы еңбекші Қазақ отанында орналасқан бұл шипажайдың суы дертке дауа. Келушілер болса, мынаған қорқынбай, тартынбай, келіп жағдайы жақсы екендігіне көзіңдерің жетеді, келгеннен кейін өздерің білесіңдер. Бұған келіп, осы жерге емделіп қайтуларыңа болады. Бұл Алла тағаланың жаратқан емдік қасиеті, бұл ешкім жасай алған жоқ, жердің астынан шығып жатқан бір таза емдік қасиеті бар қайнақ су. Бұл бүтін қарасаң неше түрлі дәрі-дәрмек сияқты, ішінде күкірт, сынап, алмас, осылардың суы бар. Емдік қасиеті өте жоғары, тұз бар ішінде. Бұл осындай көп нәрселерге ауруға ем болады, қасиеті бар екен. Нұрлы ауылының іргесіндегі Нұрлар Асан сауықтыру орталығына тек біздің елдің азаматтары ғана емес, сырт мемлекеттен келетіндер жеткілікті. Еліміздегі өзге орталықтардан өзгеше, ең бастысы емдік қасиет ерекше. Арасан суы душ не болмаса сыртқы ванна ретінде пайдаланылады. Тері ауруларынан келіп, емделіп, жазылмаған адам жоқ. Мен жазылмадым деген. Сулы теміретке ма, бүкіл үсті басы, тіпті көзі ғана көрініп қалған адамдар келіп, соң құлан таза жазылып кетті. Ал өнен кейін мына буын аурулары, тізе, тобық, бел, қуыққа суық деген бұл ауруларды да керемет жазады. Келіп емделіп, таяқтарын лақтырып, басынан айландырып лақтырып кеткен апаларымыз болды. Ал енді өнен кейін мына қуыққа суық деген үлкен кісілерде көп болады, түнімен далаға көп шығады. Сол кісілердің емделіп жазылғандары болды. Енді геморроймен ауырған адамдар 100% жазылады. Сондай жақсы, давлением түсті, аяқтарым сыртқа етмеді, жақсы, аяқтарым да жақсы болды мана. Немеремні, қызымды алып келдім. Сол жақсы, күтушілерде жақсы қарсы алады екен. Сондай жақсы, комнаталарда тап-таза. 3 күн болды мана біз жатқалы. Сондай жақсы. Даже кеткім келмей жатыр. Мұнда буын, бүйрек, бауыр және ас қорыту органдарының несеп жолдарының, кеселдері, гинекологиялық және урологиялық ауруларына емделеді. Жүрек, қан тамыр, тұз байлануы, құяң, жүйке жүйелері, темір және буын ауруларына ем. Орталық жалдың 4 мезгілінде де халықтың қажетіне жарап тұр. Жайлы жатақ орны, 3 мезгіл тамағы, әзір асханасы бар. Ең бастысы барлығы арзан, қолжетімді бағада. Саяжай жасап, мынандай бассейн жасап, кәдімгі адамның қаламынан шығатын жақсы жерде демалып келген кеткендердің бәрі рахметтен басқа айтпайды. Енді рахмет, жастарың ұзақ болсын, осындай біздің халықтың денсаулығы, бірінші кезек денсаулық қой. Президентіміз қазір жастардың қолында келешек десе, ақсақалдарға да денсаулық керек, соны түзетіп, осындай арасаңға бір жылда бір рет келіп, 4-5 күн жатып кетемін. Болашақта бұл шипажай жалпы халықтың жайлы демалысын қамтамасыз етуде. Жоғарғы деңгейдегі туристік орталыққа айналмақ. Нұрлар Асан сауықтыру орталығында емделіп, демалып кетемін деушілерге мына телефон арқылы хабарласуларыңызға болады.